Сәлем баршаңызға. Бүгін мен сіздерге дәл осындай өте дәмді гуляштың оңай рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге ет керек болады. Менде мына жерде жылқының еті. Осы етті кубиктеп турап аламыз. Етіміздің барлығын кубиктеп турап алдым. Ары қарай табамызға майымызды құямыз. Қызып тұрған майға етімізді саламыз. Кішкенеден кейін үстіне тұз, бұрышын салсаңыздар болады. Мен осылай тамақтың басында саламын, себебі етке дәмі жұқсын деймін. Вот осылай салып алыңыздар да араластырып, барлық еттерге тиетіндей араластырып алып, жақсылап қуырып аламыз. Ары қарай қазанның бетін жауып қоямыз. Менде мына жерде уже жақсылап қуырылып шықты. Не көріп тұрғандарыңыздай, менде кемінде бір сағаттай тұрды. Астын жай қойдым. Сіздер де осылай қуырып алыңыздар. Енді үстіне кубиктеліп туралған пиязды саламыз. Пиязды жақсылап араластырып жібереміз. Ол да қуырылып шығу керек. Және де үстіне томат салсаңыздар болады. Ал енді гарнирімізге мен картошка пісіремін. Картоптарымды кубиктеп турап алдым. Газге қойдым. Бұлардың барлығын пісіріп алуымыз керек. Үстіне су қойдым және де тұзын септім. Ал енді ары қарай подливіміздің үстіне осындай ұнды себеміз. Ұнды бірінші негізі таза табаға алып, кішкене қыздырып, сосын барып үстіне подливімізді құйсақ та өте күшті шығады. Мен бірақ қыздырмай сразу ұнды подливтің үстіне салдым. Енді үстіне су құйдым. Және де осылай кішкене тағы қыздырып алдым. Осы сәтте уже біздің гарнирді дайын болып қапты. Міне біздің өте дәмді тамағымыз дайын болды. Барлық отбасы мүшелеріне жасап беріп қуантыңыздар. Сіздерге менің видеом ұнаған болса, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыз және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Комментарий жазып қалдырсаңыздар қуанып қаламын.